Әлемнің барлық ұлттарында өз мемлекеті жоқ. Тарихи түрлі жағдайларға байланысты кейбір ұлттар қуғын сүргінге ұшыраған, ал кейбір ұлттар көшпелі өмір салтын ұстанғандықтан тұрақты бір жерге мекендемеген. Танымдық каналға қош келдіңіз. Бүгінгі шығарылымда біз халық саны көп, бірақ өз мемлекеті жоқ ұлттар туралы айтатын боламыз. Әдеттегідей каналға тіркеліп кетіңіз, видеоны достарыңызбен бөлісіңіз, лайк басыңыз, бұл маған шабыт береді және де каналды рейққа шығаруға көмектеседі. Егер сіздерден қолдау болса, мен жаңа шығарылымдарды жиі шығаратын боламын. Халық саны көп, бірақ өз мемлекеті жоқ алғашқы ұлттардың бірі бұл күрттер. Күрттердің қазіргі уақыттағы саны 30-40 миллион. Тарихта күрт әулеттері парсы мемлекеті мен араб халифаттарын басқарғанын білеміз, бірақ күрттер бірнеше ұлттардың тығыз шоғырланған аумағында орналасқандықтан билігін сақтап қалу қиынға соқты. 1920 жылы күрт мемлекеті құрылған болатын. Алайда бірліктің болмауынан және көршілес елдердің қыспағының салдарынан мемлекет тарап кетті. Қазірдің өзінде күрттер өз тәуелсіздігін алайын десе, әлемдік елдер оған қарсылық білдіруде. Сикхтар, бұларды үнді ұлтының бір тармағы, бір бөлігі деп айтсақ болады. Қазіргі уақытта олардың саны 25 миллионға жетіп қалған. Көп бөлігі әрине қазіргі Үндістанда тұрады. Кейбір бөлігі Европа мен Америкаға қоныс аударған. Сикхтар 16 ғасырда өздерінің тәуелсіз мемлекетін құрған. Мемлекеттің негізінде сикхизм діні болған. Алайда Үндістанды Британ корольдігі жаулап алғаннан кейін Үндістан жерін бір орталықтан басқарылатын колонияға айналдырды. Сығандар. Бұл ұлт көшпелі өмір салтын ұстанады. Қазіргі уақытта сығандар Испания мен Румыния жерінде көбірек шоғырланған. Негізі сығандардың шығу тегі Үндістан, ежелгі Үндістан болып саналады. Бұрынғы заманда сығандар Византия жерін мекендеген. 15-17 ғасырларда Европа жеріне қоныстанған. Сол уақытта Европада дағдарыс болып жатқан еді. Сондықтан жергілікті халық оларды қудалаған болатын. Соның салдарынан сығандар ормандарды мекендеп партизандық өмір салтын ұстанған. Ұйғырлар саны 12 миллион. Ежелгі Шығыс Түркістан жерін мекендеген. 18 ғасырда Қытайлармен болған соғыста ұйғыр қағанаты жеңіліс тауып, содан бері Қытайдың құрамына кіріп кеткен. Кейінгі жылдары Қытайдан бөлініп шығу талпыныстары геноцидке алып келді. Бұл геноцид қазірдің өзінде жалғасуда. Ұйғырлар саны көп болғанымен өз мемлекеті жоқ ұлт болып табылады. Каталондықтар саны 8 миллион. Пиреней түбегінің солтүстік шығыс бөлігін мекендейді. 12 ғасырда каталондықтар Арагон корольдігімен бірігеді. 15 ғасырда Арагон корольдігі Кастилиямен бірігеді. Испания корольдігі өте мықты держава болған. Сондықтан олардың құрамынан шығып кете салу оңай болмады. Тіпті каталон тіліне тыйым салып, конституцияларын жоққа шығарған кезеңдер де болған. 2017 жылы Каталония тәуелсіздік алуға референдум жасады, бірақ Мадрид олардың шешімдерін, ұсыныстарын қабылдамады. Каталония ешқайда кетпейсіңдер, біздің құрамызда боласыздар деп айтты. Келесі ұлт палестиналықтар. Бүгінде палестиналықтардың саны 5 миллионға жетті. Қазіргі Палестина жерінде қолдан құрастырылған Израиль мемлекеті орналасқан. Соның салдарынан таяу шығыста күнде соғыс болып жатыр. Алайда палестиналықтар бұл жерлерде бұрынғы заманнан бері мекендеп келе жатқанын барлығымыз білеміз. Палестина деген ресми ел жоқ, бірақ бұл елді Біріккен ұлттар ұйымының бірнеше мүше елдері мойындаған. Палестина мемлекетін құру үшін Израильмен келіссөздер жүргізу керек. Бірақ Израиль көршілеріне тәуелсіздік беруге әлі де асықпауда. Оған қоса палестиналықтар мекендейтін көп жерлерге әскери бақылау орнатып тастаған. Тибеттіктер саны 3,5-4 миллион. Тибеттіктердің өз ұлты бар, өз тілі, мәдениеті, діні, тарихы бар, бірақ ең бастысы өз елдері жоқ. Тибет өз мемлекеттігін 1949 жылы жоғалтты. Қазір Қытайдың құрамында. Тибеттің өз үкіметі бар, бірақ олар Қытайда емес, Үндістанның солтүстігінде орналасқан. Тибеттіктер өздері тәуелсіз ел болатынына сенеді, бірақ Қытаймен арадағы суық қарым-қатынастың қашан жақсаратыны әлі белгісіз. Халық саны көп, бірақ өз мемлекеті жоқ ұлттардың қатарына татарларды енгізсек болады. Олардың саны 5 миллион. Сонымен қатар черкестер бар, 4-4,5 миллион, және де дүнгендерді енгізсек болады. Ресми мәлімет бойынша Қазақстан мен Қырғызстан аумағында 150 мыңнан астам дүнген ұлты бар. Бұл дүнгендер қазір Қытайда бар Хуэйцзу ұлтының ұрпақтары деп аталады, ал олардың саны 10 миллионнан асқан. Демек, дүнгендердің саны 10 миллионнан астам десек болады, бірақ өз мемлекеттері жоқ. Әрине, әлемде бұл ұлттардан бөлек те өз мемлекеті жоқ ұсақ ұлттар бар, және керісінше халық саны аз бола тұра өз мемлекетін қалыптастырған ұлттар да бар. Санға қарағанда сапа маңызды екенін осы жерден байқасақ болатын сияқты. Осымен шығарылым өз мәресіне жетті. Шығарылым сізге ұнаса, әдеттегідей қолдау күтемін. Лайк басыңыздар, видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер, комментарийға жазыңыздар пікірлеріңізді. Келесі қандай шығарылым болсын, қандай тақырыпты қозғайық, төменге жаза кетіңіздер. Каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыз.